Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен антурим гүлі туралы айтатын боламын. Антурим мужское счастье деп аталынады халық арасында, яғни еркек бақыты деп аталынады. Бұл антурим гүлі табиғатта өте көп сорты бар. Сорты өте көп. Нандай карликовый сортынан, нандай үлкен сорты, гигант үлкен, және гүлдерінің түстеріне байланысты да мына қызыл, қара, көк, розовый цветісі бар, және ақ цветісі бар. Бұның түрлері көп. Және мен сіздерге бүгін жалпы осы антурим гүлінің күтімі қалай, және оны қалай отырғызамыз, қандай топырақтарға отырғызуымыз керек, және суды қалай құямыз, сол туралы сіздерге айтамын. Мендегі мына антурим гүлі, мынау карликовый сорты болса, мына екеуі карликовый сорты болса, мынау үлкен сорты. Антурим гигант деп аталынады. Бұл гүл менде 2,5 жылдан бері бар. Бірінші 1,5 жыл бойы бұл өте жақсы өсіп, менде жақсы гүлдеп тұрды. Баста мен бұның күтімін білмегенмін. Содан бұл менде ауырды. Сосын кейін не себепті екен ізденіп, көріп, сосын мен таптым бұның барлық себебі, бұның ауруының барлық себебі, мен дұрыстап су құймағанмын. Және оған керекті топыраққа отырғызбағанмын. Мен жай ғана универсальный топыраққа отырғызғанмын, барлық гүлдерге арналған. Бірақ универсальный топыраққа отырғызсам да бірінші жылы өте жақсы өсті бұл менде. Өте жақсы өсті. 1,5 жыл бойы гүлім беріп, өсіп, үлкен көп жапырақтар шығарды. 1,5 жылдан кейін мен топырағын тағы да ауыстырғанмын. Сол ауыстырғаннан кейін бұл ауырды. Ол жақсы топыраққа отырғызсам да, бірақтан жақтыртқан жоқ. Мен бұның себебі сол деп ойлаймын. Бірақтан қазір үйреніп біліп алдым, қалай күту керек, қалай баптау керек. Және қиын емес. Ол туралы сіздерге айтатын боламын. Отырғызу тәсілінде көрсететін боламын сіздерге. Мен бүгін осы мына топырағын ауыстырамын. Арнайы өзіне арналған топыраққа отырғызамын. Бұл қышқыл топырақты жақсы көреді. Арнайы антуримға, азалияға және филодендром деген гүлдерге, папоротник деген гүлдердің барлығы қышқыл топырақты жақсы көреді. Сол гүлдерге арналған топырақты қолданатын боламыз. Және қандай қоспалар қосатынымды да мен сіздерге қазір алдағы уақытта көрсетемін. Жалпы бұның күтімі бұл ылғалдылықты жақсы көреді. Орхидея гүліне қандай күтім жасасақ, бұл антурим гүліне де дәл солай күтім жасаймыз. Бұл солтүстік терезеде өзін жақсы сезінеді, және ылғалды жерде жақсы сезінеді. Менде үйде кіреберіш жерімізде тұрады, сол кіреберіш жердегі бөлмеде солтүстік жақта оның терезесі, және кіреберіш жерде бізде раковина орналасқан. Постоянно су ағып тұрғандан ол бөлме бізде өте ылғалды ауасы. Бұл сосын өзін жақсы сезінеді. Күніне 2 рет, 3 рет су сеуіп, су бүркіп тұрсаңыздар да өте жақсы көреді. Сосын су бүркіген кезде мұздай сумен бүркімеңіздер. Мұздай суды жапырақтарына себетін болсаңыздар, дақ болып, бұл өзін жақсы сезінбейді. Мына, бұл гүл қазір менде өзін жақсы сезініп жатыр, топырағын ауыстырмасам да жаңа жапырақтарын шығарып. Сосын тағы да бір айта кететін мәселе, бұда көрініп тұрса сіздерде воздушный тамырлары бар. Жапырақтарына су бүркіген кезде осы воздушный тамырларына да су бүркіп өту керек. Сосын бұл қышқыл топырақта және өте жұмсақ, өте жеңіл топырақта отыру керек. Мен сіздерге қазір қандай топырақтар қосатынымды мен сіздерге жалпылай көрсетіп өтемін. Мына грунт для азалий дейді. Және мына жерде қарасаңыздар, азалия гүліне, гортензия, ирисов, филодендром, папоротник, антурим барлығына арналған топырақ. Бұл қышқыл топырақ. Сосын жалпы орхидея гүліне арналған топырақ. Бұл ауа өткізгіш, өте жақсы болып тұрады. Араластырамын. Және мох деп аталынады. Және
сіздерге көрсетіп өтейін. Перлит қосамын. Және мына жерде, мына менде мына топырақ бар еді. Мына живая земля. Мына көрсеңіздер. Бұл универсальный топырақ. Бұдан аз ғана қосамын, себебі бұның ішінде биогумус бар. Қалай дайындағанымды топырақты көргілеріңіз келсе, қалай отырғызғанымды көргілеріңіз келсе, менімен бірге қалыңыз. Мінекей мен азалияға арналған топырақ. Соны қосамын. Кейбіреулер бұның орнына торф қосып жатады. Ол да дұрыс шығар, мүмкін. Міне қараңыздар, өте жұмсақ, жеңіл топырақ. Және бұған мен орхидеяға арналған, көріңіздер, бұның құрамында да өте көп қоспалар бар. Және мен мохты да қосамын. И перлит. Жидкость бар. Және осыны араластырып. Сосын бұның мына керамзитті топыраққа араластырып қосып жіберулеріңізге болады. Егер астына төсемеймін десеңіздер, мен қазір астына төсеймін. Дәл осындай топыраққа отырғызамыз. Міне мен топырақ дайындап болдым. Көрсеңіздер, қараңыздар, өте жеңіл, өте ауа өткізгіш, сондай топырақ болды. Құрамы өте пайдалы. Және бұған 1-2 ай удобрение құймасаңыздар да болады бұл гүлге. Және мен қандай удобрениялар қолданамын? Мен бұл антурим гүлі жалпы қышқылдықты жақсы көреді. Сол себепті лимонный кислотаны суға араластырып құямын. Және мынандай здравен деген удобрение бар. Жалпы үй гүлдеріне арналған. Мен осыны қолданамын. Бұл өте жақсы өсіріп, жақсы иммунитетін көтеріп, тез өсуіне септігін тигізеді. Сосын мен эпинді қазір жарты литрге 4 тамшысын тамызып, қазір отырғызып болған соң, стресс алмас үшін эпинмен жапырақтарын су себетін боламын. Жалпы мен мына 2 анториумды, мына бірі қара, бірі қызыл дедім ғой, осысын композиция жасап, осылай біріктіріп отырғызғым келді. Бұны мен тамырын топырағынан ажыратып, және фитоспорингке су құйып, тамырын 1-2 сағатқа салып қойдым суын. Және шіріген тамырлары болса, бұны алып тастаңыздар. Сосын тек қана фитоспоринге емес, марганцовка су, слабый раствор жасап, марганцовка суға да салып қойсаңыздар болады. Ол жалпы залалсыздандырады. Енді біз мынаның түбіне керамзит саламын. Оны керамзит салынды горшоктың астына. Және топырақ салып, өте жеңіл орхидеяға күтім жасаған сияқты жасаймыз деп айтып өттім сіздерге алдында. Енді өлшеп көреміз. Бұның тамыры өте нәзік болады. Және сынғыш болады бұның тамыры. Отырғызған кезде бұны өте абай болыңыздар. Воздушный корнейлары, воздушный тамырларын көміп тастауға болмайды. Осыны отырғызған кезде тек қана мына жерге дейін көмесіздер.
егер былай көміп тастасаңыздар, жаңа точка ростасын бәрін жауып тастайтын болсаңыздар, бұл өспейді және өліп қалады. Сондай өліп қалатын қаупі бар. Мұны мен отырғызамын, қазір тағы да аз секілді. Мұны осылай орналастырдым. Сосын бұны отырғызған кезде тамырларын былай басып, алдында отырғызған кезде басатын едік қой тамырларын. Ауып кетпесін деп, олай баспаймыз. Бұны ешқашанда үйтіп басуға болмайды. Орхидея гүліне қалай күтім жасасақ, бұл гүлге де солай күтім жасаймыз. Мысалы, орхидея гүлін отырғызған кезде тамырын былай баспаймыз ғой. Сол себепті бұны да баспаймыз. Мұны көріп тұрсаңыздар, воздушный тамырларын бәрі жоғарыда, мына жерден бастап мен болды. Бұған ешқандай топырақ салмаймын. Сәл ғана басамыз, қатты баспаймыз. Қатты бассаңыздар, бұның тамыры бірден сынып кетеді. Өте сынғыш болады тамыры. Мен жалпы осы жараға дейін ғана көмеміз. Көп адамдар айтып жатады, бұл гүлді капризный, өсу өте қиын деп. Білмеймін, менде олай емес. Мұны баспаймыз деп ұрсаңыздар. Қазір мұны қараңыздар, өте қимылдап тұр. Бұл су құйған соң, тамырлар жабылмай. Су құйған соң, бұл өте жеңіл топырақ, бұл отырады. Сол кезде сәл болса да тығыздалады. Тамырларын ашып қойайын. Басып кетпесін. Тамырлары көріп тұрсаңыздар ашық. Тек осы жерге ғана, тек тамырын ғана көміп отырғызамыз, жалпы айтқанда. Мұны осылай отырғыздым. Қазір бұған су құйып, эпинмен су шашатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар. Және сіздердің қандай ойларыңыз бар, қандай гүл көргілеріңіз келеді келесіде, сол туралы комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.